1960 жылы біздің әдебиетімізге, әсіресе поэзиямызға бір топ талантты жастар келіп қосылды. Сол тұста өзінің жарқын жырларымен, жарқын лирикасымен біздің әдебиетіміздің есігін айқара ашып, Мұқағали кіріп келіп еді. Мұқағалидың алғашқы өлеңдерін оқыған Әбділда Тәжібаев жолдастар әдебиетімізге жаңа бір ақын кеп қосылды. Жаңа ақынның қосылуы жаңа бір көктем келгендей қуаныша келіп тұр бізге. Ол өзінің күшімен, өзінің бүгінгі тегеурінімен біздің поэзиямыздың бағын ашатын сияқты деп Жазушылар одағының поэзия жөніндегі пленумында әбекең сөз сөйлеп, Мұқағалидың бір өлеңін оқығаны менің жадымда қалып қойыпты.